Саламатсыздар ма, құрметті құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушылары. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының еңбек құқығының қағидалары. Қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, еңбек құқығының қағидаларын түсінігі, олардың мәні. Екінші, еңбектік қатынастарды құқықтық реттеу аясында қағидалардың жүктелуі және мазмұны. Үшінші, еңбек құқығының қағидалары және нормалары, олардың арақатынасы. Төртінші, еңбек құқығының конституциялық қағидалары. Яғни бұл тақырыбымызда еңбек заңнамасын түсінудің негізін, қағиданың кез келген құқық саласының мәнін, бағытын айқындайтын негізгі бастауларын қарастыратын боламыз. Еңбек құқығы қағидалары еңбек қатынастарын реттеудің мазмұнын, мақсаттарын, әдістерін, әлеуметтік бағытын белгілейтін негізгі құқықтық ережелерін қарастырады. Олар еңбек құқығы нормаларын әзірлеуде, қолдануда, тіпті дау-дамайларды шешуде де басты бағдар болып табылады. Қағидалар бұл еңбек саласындағы құқықтық реттеудің ең жоғарғы деңгейіндегі негіздері. Олар Қазақстан Республикасы Конституциясынан, Қазақстан Республикасы еңбек кодексінен, халықаралық еңбек стандарттарынан, сондай-ақ жалпы құқықтық принциптерден бастау алады. Еңбек қатынастары қоғамның кең ауқымын қамтиды, сондықтан қағидалар қызметкерлердің еңбекке байланысты негізгі құқықтарын қорғауға, жұмыс берушінің заңды мүдделерін сақтауға, еңбек процесінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, тараптар арасында әділ балансты сақтауға бағытталған. Еңбек құқығының қағидалары үш негізгі деңгейде бөлінеді. Бірінші, жалпы құқықтық қағидалар. Екінші, салалық қағидалар және үшінші, саланың ішкі принциптері. Біз бүгін олардың барлығын толық қарастырамыз. Жалпы құқықтық қағидалар. Бұл қағидалар тек еңбек саласына ғана емес, бүкіл құқық жүйесіне тән. Олар біріншіден адам құқықтары мен бостандықтарын мойындау және қорғау болып келеді. Еңбек ету бостандығы Конституцияда бекітілген басты құқықтардың бірі. Яғни, әрбір азамат мамандықты, кәсіпті, жұмыс орнын, еңбек шарттарының түрін өз еркімен таңдауға құқылы. Екінші, заңдылық принципі. Еңбек қатынастары заңға сәйкес реттеледі. Еңбек шарты, бұйрықтар, келісімдер заң нормаларына қайшы келмеуі тиіс. Үшінші, әділдік және теңдік принципі. Қызметкер мен жұмыс беруші заң алдында тең. Ешкімге нәсіліне, жынысына, жасына, ұлтына, дініне, мүліктік жағдайына байланысты кемсітушілікке жол берілмейді. Төртінші, әлеуметтік мемлекет қағидасы. Мемлекет еңбек саласында халықтың әл-ауқатын көтеру, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, жұмыссыздықпен күресу міндеттерін орындайды. Еңбек құқығының салалық қағидалары еңбек құқығына тән негізгі қағидалар болып келеді. Қазақстан Республикасы еңбек кодексінде нақты бекітілген. Біз әр қағиданы мазмұнымен, қолданылу саласымен бірге қарастырамыз. Бірінші, еңбек ету бостандығы және мәжбүрлі еңбекке тыйым салу. Бұл принцип Қазақстанның еңбек заңнамасының өзегі болып табылады. Оған сәйкес, әр адам өз еркімен жұмысқа орналасады, еңбек шарты ерікті түрде жасалады, мәжбүрлі еңбекке жол берілмейді, ешкімді өз келісімінсіз еңбекке тартуға болмайды. Тек заңда көзделген ерекше жағдайларда ғана бар. Олар төтенше жағдай, әскери қызмет,
және сот үкімі кезінде ғана көзделген. Екінші түрі, еңбек саласында кемсітушілікке жол бермеу, яғни еңбек құқығы қызметкерлердің теңдігін қамтамасыз етеді. Кемсітушілік ешқандай түрге немесе ешқандай түрде рұқсат етілмейді. Яғни ол жынысы бойынша, жасы бойынша, ұлты бойынша, әлеуметтік жағдайы бойынша, отбасы жағдайы бойынша, тіл, дін, саяси көзқарас бойынша. Жұмысқа қабылдауда, жалақы төлеуде, біліктілікті көтеруде, жұмыстан босатуда кемсітуге жол берілмейді. Үшінші, қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету қағидасы. Қазақстан Республикасы еңбек кодексі жұмыс берушіні міндеттейді қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға, қызметкерді жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуге, қауіп-қатерді бағалау шараларын жүргізуге, нұсқаулық өткізуге, жазатайым оқиғаларды тіркеуге және тергеуге. Бұл қағида еңбек құқығының әлеуметтік бағыттылығын көрсететін ең маңызды элементтердің бірі. Себебі адамның өмірі мен денсаулығы ең жоғары құндылық болып есептеледі. Төртінші, еңбекақының әділ және кемсітусіз белгіленуі. Бұл қағида бірнеше ережелерден тұрады. Бірдей еңбекке бірдей жалақы, ең төменгі жалақы мөлшерінен төмен ақы төлеуге тыйым. Еңбекақыны уақытылы төлеу міндетті. Және келесі еңбекақыдан заңсыз ұстап қалуға жол берілмейді. Әділ еңбекақы қағидасы қызметкердің материалдық және әлеуметтік жағдайын қамтамасыз етуге бағытталған. Бесінші, жұмыс уақытын және демалыс уақытын белгілеу қағидасы. Қызметкердің физикалық және психологиялық жағдайын қорғау үшін еңбек заңнамасы келесі нормаларға бекітілген. Яғни олар жұмыс уақытының нормасын, үстеме жұмыстың шегін, түнгі уақыттағы жұмыс ерекшеліктерін, сенбі, жексенбі және мейрам күндеріндегі жұмысты, жыл сайынғы ақылы демалысты реттейді. Бұл қағида еңбек режимін адам денсаулығына зиян келтірмейтіндей деңгейде ұстап тұруға негізделген. Алтыншы, әлеуметтік әріптестік қағидасы. Қазақстанда әлеуметтік әріптестік үш тараптан тұрады. Бірінші, қызметкердің өкілдері, яғни олар кәсіподақтар. Екінші, жұмыс берушілердің өкілдері. Үшінші, мемлекет. Әлеуметтік әріптестік арқылы ұжымдық шарттар жасалады, тарифтік келісімдер қабылданады, жалақы мен еңбек жағдайлары бойынша ұсыныстар әзірленеді. Даулар алдын ала шешіледі. Бұл қағида еңбек қатынастарының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Жетінші, еңбек дауларын шешудің сотқа дейінгі және соттық жолдарын қамтамасыз ету. Еңбек даулары көбіне жалақы төлемеу, тәртіптік жаза, жұмыстан босату, еңбек шартын бұзу, еңбек міндеттерін дұрыс орындамау сияқты мәселелерге байланысты туындайды. Қағидаға сәйкес, еңбек алдымен татуласу комиссиясы немесе келіссөздер жүргізіледі. Егер шешілмесе, сотқа жүгінуге болады. Қызметкер құқықтары бұзылған жағдайда мемлекет оны қорғауға көмектеседі. Сегізінші, қызметкерлердің және жұмыс берушілердің құқықтары мен міндеттерінің теңгерімділігі. Бұл қағида еңбек қатынастарындағы екі жақтың да құқықтары мен міндеттерін үйлестіруді көздейді. Жұмыс берушіге құқық берілсе, оған міндет те жүктеледі. Қызметкерге құқық берілсе, оның да міндеті бар. Мысалы, қызметкердің құқығы қауіпсіз жұмыс орнын талап ету, жұмыс берушінің міндеті қауіпсіз жағдай жасау. Немесе жұмыс берушінің құқығы еңбек тәртібін талап ету,
Қызметкердің міндеті еңбек тәртібін сақтау. Бұл қағида еңбек саласындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. Және 9-шы бұл еңбек саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау қағидасы, яғни мемлекеттік еңбек инспекциясы. Еңбек заңнамасының сақталуын тексереді, заң бұзушылықтарды анықтайды, жұмыс берушілерге нұсқама береді, қажет болса әкімшілік шара қолданады. Қызметкерлердің арыздары бойынша тексеріс жүргізіледі. Бұл қағиданың мақсаты қызметкерлердің құқықтарын қорғау, еңбек қатынастарындағы тәртіп пен әділдікті сақтау. 4-ші арнайы қағидалар. Еңбек заңнамасында кейбір ерекше принциптер де бар. Яғни олар әйелдер мүгедектігі бар адамдар және жасөспірімдер еңбегін қорғау қағидасы. Бұл категорияларға арнайы кепілдіктер беріледі. Жұмыс уақытының қысқаруы, тыйым салынған жұмыстар тізімі, жүктілікке және босануға байланысты жеңілдіктер және қосымша демалыстар. Келесі кәсіподақтардың құқықтарын қорғау қағидасы. Кәсіподақтар қызметкерлердің өкілі ретінде мемлекет тарапынан арнайы қорғауға ие болады. Келесі қағида. Еңбек нарығындағы бәсекелестік пен кәсіпкерлікті қолдау. Бұл қағида жұмыс берушіге де, қызметкерге де тиімді еңбек қатынастарын құруға мүмкіндік береді. Еңбек қағидаларының практикалық маңызы бар және қағидалар еңбек саласындағы нақты роль атқарады. Және олар еңбек туралы заңдар осы қағидаларға сүйене отырып жасалынады. Дауларды шешкенде судья қағидаларды басшылыққа алады. Еңбек шарттары қағидаларға сай болуы тиіс. Жұмыс берушілердің актілері қағидаларды бұза алмайды. Қызметкерлердің құқықтарын қорғау деңгейі артады. Осылайша қағидалар еңбек заңнамасының идеологиялық өзегін құрайды. Және осы тақырыпты қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының еңбек құқығының қағидалары еңбек қатынастарын реттеудің негізгі іргетасы болып табылады. Бұл қағидалар еңбек саласындағы әділдікті, заңдылықты және әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған. Олар жұмыс беруші мен жұмыскер арасындағы құқықтар мен міндеттерін теңдігін сақтауға, еңбек бостандығын қамтамасыз етуге, кемсітушілікке жол бермеуге және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға негіз болады. Еңбек құқығының қағидалары Қазақстан Республикасының Конституциясында және еңбек кодексінде бекітіліп, еңбек қатынастарының барлық кезеңдерінде қолданылуы тиіс. Аталған қағидаларды сақтау, еңбек дауларының алдын алуға, азаматтардың еңбек құқықтарын тиімді қорғауға және қоғамдағы әлеуметтік әділеттілікті нығайтуға ықпал етеді. Сондықтан еңбек құқығының қағидаларын білу және оларды тәжірибеде дұрыс қолдану әрбір жұмыс беруші мен жұмыскер үшін маңызды болып табылады. Назарларыңызға рахмет.